Хашима аралы. Шығыс Қытай теңізіндегі соғыс кемесіне ұқсайтын бетон үйіндісі, оның қабырғаларында ғасырлық тарих жасырылған. Мен сіздерді бұл кішкентай тастың қалай, жердегі ең көп адам тұратын жерлердің біріне айналғанын, содан кейін бір түнде қалай бос қалғанын қысқаша шолуға шақырғым келеді. 1800 жылдардың соңында Жапония Хашимадан көмір тапты. Mitsubishi аралды сатып алды, қазып құрылыс жүргізді. 1950 жылдарға қарай мұнда мыңдаған адам тұрды. Биік ғимараттарға тығылып, төменгі қабаттарда мектептер, ал шатырларда кір жуатын орындар болды. Мұхитпен қоршалған, тар дәліздер, бетонды шатқалдармен байланысқан қалалық кварталды елестетіңіз. Көлік жоқ, тек баспалдақтар, туннелдер, машиналардың үздіксіз шуы. Бірақ бұл оқиға тек өнеркәсіп туралы емес. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұнда Корея мен Қытайдан мәжбүрлі жұмысшылар қатыгез жағдайда көмір өндіруге әкелінді. Бұл тарау аралдың ЮНЕСКО мойындауының және оның даулығының бір бөлігі. Тарих таза емес, Хашима мұны дәлелдейді. Содан кейін көмір мұнайға жол берді. 1974 жылы шахта жабылды. Паромдар жиһаздарды бөлмелерде қалдырып, күнтізбелерді қабырғаларда қалдырып кетті. Арал бетонды уақыт капсуласына айналды, терезелері бос, баспалдақтары желге ашық, ал теңіз бірте-бірте шеттерін қайтарып алды. Егер ол таныс болса, оны фильмдер мен видео ойындардан көрген болуыңыз мүмкін. Бірақ нақты жер кез келген фильмге қарағанда тыныш әрі нәзік. Қазір оның кейбір бөліктері экскурсияларға ашық, қатаң бақылаумен. Көп бөлігіне кіруге тыйым салынған, өйткені ғимараттар құлап жатыр, ал дауылдар ностальгияға мән бермейді. Қандай құпиялар қалды? Жапон тіліндегі ескі қауіпсіздік плакаттары. Тот басқан ойын алаңы. Бір кездері осы залдарды толтырған есімдер жазылған телефон кітапшасы. Құпия, шын мәнінде, гүлденген болашақтың өткеннің елесіне қалай тез айналатынында. Хашима тек кирандылар емес, бұл еске салғыш. Энергия өзгереді, экономикалар қозғалады, ал біз мәңгілікке салу үшін салған жерлер қалмайды. Бұл аралдың сызаттар мен толқындар арасында тыңдасаң, айтатын оқиғасы.